Сәлем достар, бүгін оңай әрі жеңіл пісірілетін фисташковый рулеттің рецептісін ұсынамын. Бізге бүгінге керекті заттар: ақуыз өлшенген, фисташковый мука, тұз, кукурузный крахмал и қант керек болады. Осы менің рецептім бойынша бәрін өлшеп жасасаңыздар, тура менікіндей керемет рулет шығады. Мына жерде ақуыз 180 грамм болу керек. 180 грамм ақуыз менде 5 жұмыртқадан шықты. Отборный жұмыртқаның ақуызы. Ыдысымыз таза болу керек, су болмау керек, май болмау керек. Ақуызымыз жақсы көтерілу үшін, жақсы масса шығу үшін ыдысымыз таза болу керек, құрғақ болу керек. Ақуызды құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Бөліп-бөліп қантымызды осылай көпірген кезде бөліп-бөліп қантымызды саламыз. Массамыз дайын болды. Міне, белок осындай болу керек. Дайын массамыз. Төгілмей тұру керек. Құламау керек. Біркелкі болу керек. Дайын массамызға кукурузный крахмал, фисташковый мукамызды саламыз. Массамызды басып алмай, астынан жоғары қарай араластырамыз. Көп араластыруға болмайды, ұнымыз сіңгенше араластырамыз. Осылай дайын болғанша араластырамыз. Көп араластыруға болмайды. Жұмыртқалы массамыз түсіп кетуі мүмкін. Дайын массамызды таза пергамент қағаз төсеп, противенге саламыз. Массамызды біркелкі етіп жаямыз. Біркелкі болмаса, ораған кезде сынып кетуі мүмкін. Жұқа жерлер, жұқа жағылып қалған жағдайда. Сол себепті мүмкіндігінше тегіс болу керек. Мен ешқандай краситель қоспадым, табиғи фисташканың онымен жасадым. Енді жап-жасыл болады деп айта алмаймын, бірақ дәмінен білініп тұратын болады. Печкамызды алдын ала қыздырамыз. Қызып тұрған печкаға саламыз міндетті түрде. 120-130 градуста конвекция режимінде 30-35 минут пісіреміз. Асел пештерде де пісіруге болады, бірақ кішкене минутын ұзағырақ ұстайсыздар. Конвекцияда 30-35 минут жеткілікті болады. Дайын болды рулеттің. Енді аударып аламыз. Тестамызды толықтай суылғанша суытып аламыз. Сосын бумагамызды жайменен аламыз. Резко жұлып алуға болмайды. Тестамыз жабысып қалу мүмкін. 300 грамм творожный массамыз салып алдық миксерге. Кремін жасаймыз. Қантпен бірге творожный массаны кішкене араластырып аламыз. Сосын сливки құямыз. Грамм сливки құямыз. Менде Чудское озеро 33% натуральный сливки. Өлшеп құямыз қыздар весімен. Менде мына жерде весі тұр. Креміміз дайын болды. Енді кремімізді жақсылап біркелкі етіп жағып шығамыз. Сосын ораймыз. ішіне қалауларыңызша начинка
салсаңыздар болады. Енді абайлап жаймен ораймыз. Негізі өте нәзік болады. Меденговый рулет тестасы. Дайын болған рулетімізді екіге бөліп, оформление жасап, ұсына берсеңіздер болады. Рецепт ұнаса, каналға тіркеле отырыңыздар, лайк басып, комментария жазып қолдай кетіңіздер. Рецепт описанияда. Сау болыңыздар.